Жеңісіңізді кімге арнайсыздар? Күйеуіме арнаймын. Демаша күйеуі. Рахмет, ағайын. Мына жігітке шабуылдағаныңызды. Амат ағаның досы, рас айтайын, өте жақсылап, ат салысып, тойға мынау наушник деген жаңа ойынды шығарған осы азамат. Шабуылдаған болса шығарайын. Давайте, осы ойынды ойнатайықшы. Амат, осындай ұсынысым бар дегеннен шабуылдап ұрайық, өте тамаша ойынды. Енді әр команданы марапаттау үшін әркім жоқ сұрап беріңіздер. Сіз шығасыз ба енді? Чуть-чуть қарым тартты. Все, олай болса, бірінші орынды өтеген адам, келіңіз. Сіз ғой бүгінгі кештің иесі. Айқай жоғайды адама. Сіз қазір бірінші орынды марапаттаңыз ата. Ема, қазір асықпаңыз. Үшінші орынға қандай, онша емес. Ештеңе жоқ емес деді. Нәқта, о, міне. Қошамет қайда ағай? Кезекші. Мынау үшінші орынды марапаттаңыз, қыздарды да. Жеңгем қайда? Апа, келіңіз. Апа қайда? Апа, келіңіз. Сіздер бірінші орынды марапаттаңыздар, екеуіңіз екінші орынды, үшінші орынды марапаттайыңыздар. Иә. Сонымен, қадірлі қонақтар, біз екінші орынға арнайы саяхаттасын, мемлекет араласын, жақсы ниетпен беріліп отқан чемодан деп біліңіздер. Қадірлі қонақтар, бұл чемодан женский жағын апа өзі бересің. Мұрсқой жағын еркекке бересің. Білесіз ба? Айқай жоғайда! Рахмет, ал, енді сурет көсіп алыңыздар. Көрдіңіздер ма? Фотоны апамен апа, сурет көсіп алыңыздар. Бұл жігіттер ойбай, таптырмайтын жігіттер ағайын. Кеттік ал, сурет. Жаңа наушникті алып алдыңыздар ма? Наушник сіздердікі. Жігіттер, өте қымбат тұратын наушник. Давайте, ал кеттік. Желаю, чтобы вы все были здоровы, и чтобы над вами сияло солнце ярче, чем на воде. Рахмет, жеңісті күндеріңіз көп болсын. И чтобы ваши дети вас радовали. Рахмет, алайда, қадірлі қонақтар, бізде бір тілек, одан кейін антракт деп жібермейді, бәріміз орнымыздан тұрғымыз келіп отыр. Қанат қашан антракт